Тақуалық деген не? Сөздің түбірі негізі, тақуа деген сөздің түбірі, біліп алыңыздар, сақтану деген сөз. Сақтану, қорғану деген сөз. Негізгі сөздің түпкі мағынасы. Сақтану, қорғану. Тақуалық деген мынау. Алла Тағаланың бұйырғанын орындап, тыйым салған нәрсесінен аулақ жүріп, мұсылман кісі өзін Алланың азабынан қорғап қалады. Тақуалық сол. Түсіндіңіз бе? Не істеу керек екен? Бұйырған орындап, тыйым салған нәрсесінен аулақ болып, Алланың азабынан сақтануды тақуалық деп атайды. Түсіндіңіз бе? Сол үшін біздің жамағаттың арасында мынандай сөзді қойыңыз. Тақуа болып кетсің ғой деп. Біз сөйтіп сөйлейміз. Тақуа болып қалдың ба не деп. Түсіндіңіз бе? Олай айтуға болмайды, мазақтауға болмайды. Тақуалық деген нәрсе жағы нәрсе. Яғни сен Алланың шариғатын ұстану арқылы өзіңді Алланың қаһарынан не қылып жүрсің? Алланың тозағынан өзіңді сақтап жүрсің. Сақтанып жүрсің. Тақуалық деген сол. Тақуалық деген сөз басыңа сәлде киіп алып, сақалыңды ұзартып, балағыңды кесу емес көке. Олар әшейін сырты ғана несі? Әңгіменің бері жағы ғана. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Тақуалық мұнда деген. Сөйтіп кеудесін үш мәрсе көрсетті дейді. Тақуалық мұнда дейді. Мұнда деген сөзі не? Адамның кеудесінде, жүрегінде, ішкі жан дүниесінде болады деген сөз. Түсінікті? Әйтпесе сақалды қойған, сәлдені киген сен емессің бірінші, мұнафықтарда киіп жүрген. Әрине сауапты, соған таласымыз жоқ. Бірақ соны жасады екенмін деп тақуа болып кетпейсің. Супер тақуа болып кетпейсің, оны білу керек. Түсіндіңіз бе? Тақуалық онымен шектелмеу керек.